Bismillah деп біз 7-ші қабатқа шығып келдік. Bir бөлмелі пәтерді сіздерге сұныштаймыз. Квадрат метрі 41 квадрат метр. Өзі 9 қабаттан тұрады, 7-ші қабатқа шығып келдік. Бұл сыртқы ішік темір есік, бұрын есік, жуынып тұрған бөлме, чоң зал, бұл жағы ашхана. Газ, свет, су, отопление бүт бары бар. Газ душетші келген. Батарейкалар қойылған. Газбенен үй жылайды. Отопление газбенен. Қалған үшірді өшіріз, қалған үшірді тамыз қойыз. Демек соны. Мынау жерде мектеп, мынау мектеп мына көрініп тұр да. Екінші мектеп, мынау мектеп мына. Балабақша бар, жол қаптаның ыңғайлы. Біз южныйдамыз. Терезелер соның 7-ші қабат деп айттым. Квадрат метрі 41 квадрат метр 1200-ден. Бұл жағы болса чоң зал, негізгі бөлме. Люстралар соның, ремонт толық бүтіп тұр, жаңа ремонт болған. Бірінші сіз жашайсыз, алып өле сіз жашайсыз. Сыртқы ішік табелсер алып көрсетіп қойын. Машина қойынға жай кенен, балдар ойын жайынша бар. Мектеп балабақшаны айттым. 41 квадрат метр, ақшасы 1200-ден біраз түші беру жолы бар. Бұл жағында жуылып тұрған түші берме. Арестон қойылған. Суымызда су бар, айлана тегерек кафелденген. Демек, аласыз, жашайсыз. Бөлішіп қойсаңыздар болады, алам деген ағыне достырға. Бұл жағы мына ке. Барды кафелденген, теплый пол. Демек, жылан аяқ кеңір жүререс. Жылу үш. Толық ремонт бүткен. Арман, азырқы бір бөлмелі батирден дәрегіне тоқтыла тұрған болсақ, біз Ош шарындауыз. Рифат құрған домдың 7-ші қабаты. Южныйды барыңыздар білесіздер, бұл базарчик, бұл жерде емпа заправкасы бар. Бұл жағы болса шар, Ош тараптан, шар тараптан шығып келе жатқанда Фрузенскийден шыққан Южныйдың башталышы. Мектеп, балабақша, маршрутаттам, таксиқаттам абданың ғайлы. 38, 25, бүт бардық маршруттар керек. 10 автобус дегендей.